Әлемде түрлі халық мекен етеді. Олардың сенімдері де әртүрлі. Біздің мемлекет зайырлы жолды таңдады. Дегенмен халықаралық қоғамдастықтың зайырлылық ұғымына қатысты түсінігі әртүрлі. Ортақ сипатына жүгінсек, дін мемлекеттен бөлінген, бірақ бұл дінді қоғамнан бөліп тастау дегенді білдірмейді. Әлемде 12 діни, ресми діндері бар 60, зайырлылық қағидаттарын ұстанатын 120 және дінге қарсы 5 мемлекет бар екен. Ресми сандарға қарасақ, жаһанда зайырлылық бағытын ұстанатын елдердің саны басым. Яғни зайырлылық қоғамдардағы қарым-қатынастарды, әртүрлі дүниетанымдар мен наным-сенімдерді үйлестіруші бірегей институт. Дін қоғамды жақсылыққа үндейді, ізгілікке шақырады. Яғни зайырлылық дінді ұстанбауда таңдау құқығын береді. Әр адамның наным-сеніміне құрметпен қарайды. Бірақ адамды діни сеніміне, нәсіліне, тіліне қарап бөлуге, қоғам қауіпсіздігі мен мемлекет тұтастығына нұқсан келтіретін кез келген құбылысқа қатаң тыйым салады. Зайырлылық ол мемлекеттің діннен және діни бірлестіктерден бөлінуі, азаматтардың дінге деген көзқарастарына қарамастан теңдігі, азаматтардың дінді таңдауға және діннен бас тартуға құқығын қамтамасыз ету, жалпы білім беру ордаларында қандай да бір дінді насихаттауға жол бермеу, қоғамда әлеуметтік қатынастарды діни догмалармен емес, заңдармен реттеу. Мемлекет пен дінді байланыстыратын қоғам, ал қоғамды нығайтып, дамытатын ұлт пен ұлыстың бірлігі, ырысты тірлігі. Бұл зайырлылық принципі толеранттылыққа негізделген қазақстандық жетістіктің кілті.